айтып кетсем бола ма? Негізі өткен өмірге барғым келіп тұрған жоқ, өткен нәрсеге. Бірақ бізде Саттаулетпен таныстық кезде дәл осындай ситуация болғанда, мына жерде Айсұлтан отырып, Зарина, сен 2 аптадан кейін тоқтатасың ғой, не керегі бар осын деп айтқан еді. Бірақ бізде Айсұлтанмен сөйлесу, жолығу, кездесу, бірге тамақтану, бұрыш-бұрышты әңгіме айту деген болмаған. Шынымен де біз әлі күнге дейін достық отношениямыз қалғанда, сол моментте қандай ашуланып, Саттаулет деген қабырғаларды ұрып араласпайсың деп маған мына жерде ультиматум қойған еді. Саттаулет кім, сен осы жерде бір беткей болуың керек деп ойлаймын да, еркектік намыс деген болады да, бір сөзде тұрдың ба сен, значит сол бағытты ұстан. Мына жерде Ердәулет тура сенің орныңда тұр да, и ол жігіт қайта сабырлы, кішкене қыздың сезіміне қарай, мүмкін мен болатын шығар, алда сезім ашылып кететін шығар деп, қызға әлі де мүмкіндік беріп тұр. Қазір уәдемде тұрмайым десе де, кетіп қалмай тұрмай отыр да, қайта жігіттің осындай да бір сабырлығы, шынайылығы көрініп жатқан сияқты. Ал сен қазір өзің екі түрлі нәрсе жасап тұрсың, мүлде. Хорошо, Баласахан, мен ортаға айта берсем бола ма пікірімді? Просто былай ғой, бәрі көміп жатыр аягөз екеумізді ше, негізінде. Сендер былай сезімдеріңді мойындамайсыңдар, анау мынау деген сияқты. Бірақ мүлде ондай нәрсе емес.